Саламатсыздар, қымбатты оқушылар. Математика сабағымызды бастаймыз. Ортақ тақырып демалу мәдениеті, мерекелер. Сабағымыздың тақырыбы жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығару. Қоғамдық орындарда демалу мәдениеті. Сабағымыздың оқу мақсаты жанама сұрақтары болатын есептерді талдау және шығару. Бағалау критерийлеріміз: деректер не сызба бойынша есептер құрастырады, жанама сұрақты түсінеді, есептерді талдайды және шығарады. Сабағымызды психологиялық дайындықпен бастайық. Балалар, жақсылап барлығымыз менімен бірге мына бір әдемі өлең шумағын дауыстап оқып шығайық. Қайырлы күн досым, қайырлы күн болсын, бейсенбінің сәті сәттілікке толсын. Біздің алар бағамыз кілең бестік болсын. Міне балалар, бүгінгі күні мен сендердің барлықтарыңа да жарайсың деген баға алуды тілеймін. Балалар, сабағымыздың басында өзіміздің білім қоржынымызға бір сәт назар аударып көрейік. Экранда сендерге бірнеше сөздер көрініп тұр. Бұл сөздерді біз күнделікті өмірде бірнеше рет естиміз. Тәртіп, тазалық, тыныштық, әдепті болу. Бұл біздің күнделікті сақтайтын ережелеріміз. Балалар, осы ережелерді біз бүгінгі өзіміздің ортақ тақырыбымызға сәйкес қоғамдық орындарда да сақтай білуіміз керек. Мен сендерге бүгін біздің туған қаламыз Шымкент қаласындағы бірнеше қоғамдық орындарды таныстырғым келеді. Соның бірі, міне көріп тұрғандарыңдай, бұл отырар кітапханасы және тарихи өлкетану мұражайы және мега ойын-сауық орталығы және Шанин атындағы драма театр. Яғни, өте мұқият назар аударсаңдар, бұл қоғамдық орындардың барлығында да тәртіп сақтау керек, тыныштық болу керек, тазалықты сақтап жүру керек. Және қоғамдық орын болғандықтан біздің айналамызда бөтен өзге де көптеген адамдар болады. Біз өзімізді әдепті сөйлеу, әдепті іс-әрекеттер арқылы көрсете білуіміз керек. Сонымен бүгінгі біздің шығаратын есептеріміз де балалар осындай қоғамдық орындарға барумен байланысты болады. Сабағымызды қайталау білім анасы бөлімінен жалғастырайық. Балалар, біз сендермен көптеген есептер шығарып жүрміз. Біздің есептерімізде мынандай сұрақтар кездеседі. Барлығын табу, қалғанын табу, неше артық, неше кем, одан артық, одан кем, немесе есе артық, есе кем деген сұрақтармен кездесіп жүрген есептерді шығарып жүрміз. Және біз сендермен кешегі күннен бастап жанама сұрақтар арқылы есеп шығаруды тағы да жалғастырып жатырмыз. Осы жанама сұрақтар арқылы берілетін есептерге байланысты мен өзімнің ескертулерімді естеріңе салғым келеді. Мәтіндік есепте белгілі болып берілген санды бұл деп жанамалап белгісіз саннан артық немесе кем екенін көрсетіп тұрады. Яғни бұл есепте біз әрдайым бұл сөзіне мән беруіміз керек. Және тағы бір ескерту. Мәтіндік есепте белгілі болып берілген санды бұл деп жанамалап берілген сұрақтың шешуін табуда біз кері амалдар қолданамыз. Мысалы, егер бұл есе артық десе, біз кері амал бөлуді қолданамыз. Бұл есе кем, көбейту амалымен. Бұл артық десе, азайтумен. Бұл кем десе, қосу амалын қолданамыз. Енді балалар, осы ескертулерге сүйене отырып, біз сендермен жанама түрде берілген сұрақтармен есеп шығаруды үйренейік. Сабағымызды ой қозғау жұмысымен жалғастырсақ. Мен сендерге бірнеше нұсқалы есеп үлгілерін көрсетіп тұрмын. Осы есеп үлгілерінің ішінен маған біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбына сәйкес, яғни жанамалап тұжырымдалған сұраққа байланысты есепті анықтап берулеріңді сұраймын. Кәдімгі балалар ойланып, қай нұсқа біздің сабағымызға сәйкес келеді ойланамыз. Өте дұрыс айтасыңдар балалар. Біздің сабағымыздағы тақырыпқа сәйкес есептерде бұл деген сөз кездесу керек. Яғни бізде 45 бала бұл ересектерге қарағанда 3 есе артық деген есеп нұсқасы бізге сәйкес келеді. Енді балалар, осы есептен біз сендер өзіміз мәтіндік есеп құрастыруды үйренейік.
45 бала бұл ересектерге қарағанда 3 есе артық. Біздің есебіміз қоғамдық орындарға байланысты болғандықтан, есебімізді болып көрме қоғамдық орынмен байланыстырайық. Яғни оқушылар тобынан 45 бала бұл көрмеге барған ересектерден 3 есе артық деп алайық. Яғни бізге есебіміздің соңында көрмеге барлығы неше адам барғанын табу керек. Бұл үшін біз тағы да есептің шартына мән берейік. Оқушылар саны нақты белгілі 45 бала, және ересектер санын табу үшін біз бұл 3 есе артық деген сөйлемге мән береміз. Яғни оқушылардың есе артық көп екенін көрсетіп тұр. Бізде ересектер саны аз болады деген сөз. Және мен әлгінде айтып өткендей кері амал арқылы шығарамыз. Яғни біздің бірінші бөлігіміз 45 бөлу 3 мәні 15 екен болады. Бұл ересектер саны. Ал енді барлығын табу үшін біз әдеттегі өзгермейтін амалымыз қосу амалын қолданамыз. 45 қосу 15 мәні 60 екен болады. Және балалар осындай жеке-жеке шығару тәсілін біз бірден шығару тәсіліне алмастырып жазуға да болады. Мен сендерге өз нұсқамды ұсынайын. Міне, екі тәсілде де жауап бірдей шығады, 60 санымен тең болып тұр. Сонымен әрбір есептің жауабын жазуды да ұмытпаймыз. Біздің бұл есебіміздің жауабы көрмеге барлығы 60 адам келді. Өте жақсы балалар, енді біраз тегті сәтін жасап алайық. Орнымыздан тұрайық, алақанды соғайық. Оңға қарай бұрылып, солға қарай бұрылып. Бір отырып, бір тұрып, орнымызды табайық. Әлемді балалар орнымызға жайғасып, ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Әлемді балалар, біз алдыңғы есептен мәліметтер арқылы өзіміз мәтінді есеп құрастырсақ, енді оқулығымыздың 57-ші бетіндегі екінші есептің нұсқасымен жұмыс жасап көрейік. Бұл есеп бізде қоғамдық орнымызбен байланысты, яғни бұл есепте біз ұлттық кітапханаға барамыз. Ал балалар есепті мұқият тыңдаңдар. Ұлттық кітапхананың өнер бөлімінде бір күнде 160 оқырман болды. Бұл мультимедиа бөлімінде болған оқырмандардан 4 есе артық. Ал мультимедиа және өнер бөлімінде қанша болса, Қазақстан кітаптары бөлімінде сонша оқырман болады. Қазақстан кітаптары бөліміне қанша оқырман келді. Балалар есепті мұқият тыңдаған болсаңыз, біздің есебіміздің шарты мынандай үлгіде болады. Өнер бөлімі 160 адам, бұл мультимедиа бөліміне 4 есе артық. Демек, мультимедиа бөліміндегі адамдар санын анықтауымыз керек. Және соңғысы кітаптар бөлімін сонша сөзі арқылы көрсетіп отыр. Яғни біздің соңғы нәтижемізде кітаптар бөліміндегі оқырман санын анықтауымыз қажет. Тағы да еске салып өтейін, бұл 4 есе артық есе болады, біз кері амал қолданамыз. Демек, 160 санын 4 санына біз бөлеміз. Жауабы 40 адам болады. Бұл мультимедиа бөліміндегі оқырмандар саны. Ал енді біз өнер бөлімі мен мультимедиа бөлімі қанша болса сонша деген сұрақ арқылы келесі өрнекті шығаратын болсақ, біз олар қосу амалын қолданамыз. 160 санына 40 санын қосып, жалпы мәнін 200 адам деп табамыз. Және жеке шығару тәсілін бірден шығару тәсілімен алмастыруға болады. Мүмкін екі тәсілдің де балалар жауабы бір санына 200 адам. Және есептің жауабын жазуды ұмытпаймыз. Кітаптар бөліміне 200 оқырман келді. Өте жақсы балалар. Енді мен сендерге дәптерге өзімді жұмыс орындауды ұсынамын. Дәптеріңізді ашып, 30 сәуірде күн ретінде белгілеп, нөмірі 2-ші есептің нұсқасын шығарудан бастайық. Есепті мұқият оқып, есептің шартын құрастырып, шешуін тауып, жауабын жазыңдар. 5 ұпаймен бағаланады. Нөмірі 6-ші тапсырма 57-ші бетте тұр. Заңдылықты анықтауға берілген тапсырма 2 заңдылықтың тізбегін
белгісіз сандарын анықтап жазуларың керек. Бұл тапсырманы 2 түрлі аласыңдар, және мен өзім қосымша сендерге амалдар орындау тапсырмасын беріп отырмын. 2 өрнек. Осы өрнек бойынша амалдарды орындап, жауабын жазып, оған соң сендерді мен 5 ұпаймен бағалаймын. Жалпы олар бағалау ескеріп назар аударсаңдар, есеп бойынша сендерді шартына 1 ұпай, сұрағына 1 ұпай, шешуін тапқандарына 2 ұпай, дұрыс жауабын жазғандарына 1 ұпай, жалпы 5 ұпай берілді. Заңдылық табу бойынша 2 заңдылық сандары берілгендіктен, әрқайсысына 1 ұпайдан 2 ұпай беріліп отыр. Және амалдарды орындау тапсырмасындағы өрнектегі әрбір амалға 1 ұпайдан жалпы бағамен 5 ұпай беріп тұрмын. Бірінші өрнекте 3 ұпай, екінші өрнекте 2 ұпай. Жалпы бүгінгі математика сабағындағы орындалған тапсырмаларың бойынша сендер 12 ұпай жинай аласыңдар. Және жинаған ұпайларың бойынша егер барлық тапсырмаларың дұрыс болса, 11-12 ұпай жинасаңдар, жарайсыңдар деп бағаланар. 8-10 ұпай жинасаңдар, жақсы деп бағаланар. Ал енді 5-7 ұпай болса, талқын деген сөзбен бағаланар. Және сендердің барлықтарыңда жарайсыңдар, немесе жақсы деген бағалау алады деп сенемін. Ал енді балалар, сабағымызды қорытындауда зымыран сұрақтар ойынымен. Бұл сұрақтар біздің бүгінгі өтіп жатқан жанама сұрақтарымызбен байланысты болады. Сендер маған жауабын айтуға дайындалып отырыңдар. Бастаймыз. 54 көгершін бұл бүркіттерге қарағанда 3 есе артық. Бүркіттер нешеу? Ойынымыз, танки біздің зымыранымыз қай жақтан ұшып келеді екен? Ал танки бала күтеміз 18 бүркіт болады. Яғни 54-ті 3-ге бөлу арқылы табамыз. Екінші, 25 минут. Бұл жаяу жүргенмен 5 есе екен. Жаяу неше минут? Ойланамыз. Танки зымыранымызды ұшырып, біздің зымыранымыз қай оқушыдан келеді екен? Оны да байқап көрейік, ойланамыз. Жауабы 125 минут. Яғни балалар 25-ті 5 санына көбейтеміз. Келесі үшінші сұрағым. 156 ұлдар. Бұл қыздарға қарағанда 48-ге артық. Қыздар нешеу? Ойланамыз балалар. Сабақта айтылған ескертулерді, ережелерді ескерсек шығарамыз. Сонымен бұл сұрақтың жауабы өте керемет 88. Яғни сендер азайту амалын қолдандыңдар. 64 теңге бұл сызғышқа қарағанда 4 есе қымбат. Сызғыш неше теңге? Танки балалар, сызғыштың бағасын табайық. Бұл 4 есе қымбат дейді. Демек, кер амалды қолдану арқылы сендердің жауаптарың 16 теңгеге сәйкес келеді. Келесі сұрақ. 125 килограмм бұл картопқа қарағанда 27 килограммға кем. Картоп неше килограмм? Ойланамыз. Дұрыс балалар, қосу амалын орындайсыңдар. Сендердің жауаптарың 152 килограмм болу керек. Және соңғы 130 сантиметр. Бұл қызыл жолаққа қарағанда екі есе қысқа дейді. Қызыл жолақ неше сантиметр деп ойлайсыңдар? Ойланамыз және жауаптарын сендердің балалар. Өте керемет 260 сантиметрге тең болу қажет. Сонымен балалар, сабағымызды аяқтай отырып, мен сендерге өздерің тапсырмаларыңды орындап болғаннан кейін сабақтан алған әсерлерің бойынша маған SMS хабарлама әдісімен өздеріңнің ой пікірлеріңді хабарлап айтуларыңды немесе жазуларыңды сұраймын. Және сабағымның соңында сендерге әсемі гүл шоғын ұсына отырып, қолымды бұлғай отырып, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар деймін.